алғаш рет қолыма ұстадым, әліппені сыйлаған ұстазым. Білім атты әлемге аштың жол, рахмет саған әліппе, қош сау бол. Әліппе, әліппе, арналады бүгін жыр саған. Әліппе, әліппе, алғысым шексіз бір саған. Құрметті қонақтар, оқушылар, ата-аналар, бүгін сіздерге бірінші Е сынып оқушыларының әліппемен қоштасуға арналған сүйікті әліппемізге мың алғыс атты ертегілігіне келіп отырсыздар. Барлық кітаптың атасы әліппе. Бұл кітап бүкіл ғылым дүниесінің алғашқы жолы, білімге бастайтын сара жол. Әліппені алғаш қолға ұстаған сәттер бәр адамның есіне ұзақ сақталары сөзсіз. Сондай-ақ әліппемен қоштасуда бірінші сынып оқушылары үшін өмірдегі елеулі оқиға. Әліппенің арқасында 42 әріпті таныған оқушылардың қуанышы сіздің де көңіліңізге нұр құяды. Олай болса, менің бүлдіршіндерімді ортаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Қош келіпсіз ақ жаулықта аналар, жүздеріңе мейірімнен нұр тамар, алдарында жауқасындай құлпырағын, біз алаңсыз балғын шақты балалар. Өтті оқусан сабақ, бүгін үлкен салтанат, өңке білгіш балдырған әліппемен қоштаспақ. Балаларды қарсы алып, шашаяқ, ақ сандықты ашайық. Бұл мереке, бұл тойдың басын жасайық, шашаяқ. Көз салып қараңызшы бойыңызға, ортақ боп бүгінгі өскен ойыңызға. Қош келіпсіз, ұстаздар, ата-аналар, әліппемен қоштасу тойымызға. Нұрсұлтан. Ишитім атсын, қос айтысып бақсаған, мектепке зор бастады. Қыркүйекте келдімде, сыныпқа кірдім қуанып, қарсы алды менің ұстазым, қадамымды құлбалып. Еркесі едім адаммын, доп бел алдыға мен де оқушы атандым. Мектеп үйім ұстаздарым артынан, сенен өсіп, сенен ғана нәр алам. Саяқ мысық семе өлі бәйтерек, тамырларым сан тарапқа таралған. Ең алғаш болғанымда әліппені қызығып қарай берді әріптерді. Мен үшін жұмбақ қалар ма еді, ұстазым оның кілтін алып берді. Әліппе даңғыл жол ашты, замадан пәтер жалғасты, әліппе сырын ұқтырған рахмет ұстаз алғашқы. Балалар, мен сендерге бір жұмбақ қойайын. Іші толған әріпке білімдегі жарық не? Олай болса достар, әліппені ортаға шақырайық.
Армысыңдар жас достар, армысыңдар ата-ана, болашаққа жол ашар, әліппен келді ортаңа. Менің атым әліппен, мен анаңдай дәріпте, мен оқып ер жеткен Бауыржан Мәлікте. Біз саған үлкен рахмет айтқымыз келеді. Сенің арқаңда біз барлық 42 әріпті оқып үйрендік. Сол рахметіміздің құрметіне біздің үйренген білімімізді және өнерімізді көрге шақырамыз. Жарайды, кәне көрейік. Әліпбиге арналған тақпағымызды тыңдаңыздар. Әліпбим менің әліпбим, сені қолға алып мен есігін ашып мектептің ертеңгі сәуле жарықпен. Әліппе білім анасы, әліппе кітап данасы, әліппені ашпаған адам бар мағаласы. Әліппе ғылым анасы, әліппедің бастығы. Тегеге алаш мектепке, білмеше енді әліпті. Оқымыз ғазы етігі, етті оны әліппе. Енді біз жаза білеміз, әліпті әліпке қосып, риза болып саған жүреміз. Біздің сүйікті әліппе. Құраған білімнің қайнар көзін көріп ем, том-том болған кітаптың басы болған әліппем. Үстік әбі бетті жазымды оқамын, ақы беді әліппе, ақы сен мұғалім. Әліппе менің әліппе, өмірді керем сәліппен, қайталап айтамын 100 рет, өзіне көп рахмет. Кітапты ойға толғатыр, шәкірт бұзды әліппе атты кемемен кедемі білім оқыды. Үйреттім білді әліппе, 42 дербес әліпті. Сөз сөйлем құрап әліптен, лайық болдың дәріпте.
Соболық сағатқа білім тегін алады. Бәр әріпті үйреткен. Білім деген жаңайдың әріппесі өңгерген келесілерді қазақтың басына да білдердік. Ондағы әріппе, толардың әріппе, ойынына күнәс құсайды сен көріпке. Жақсы кітап әріппе, үйрететін әріпке, туыр шақпен достасын, әріппемен достасын. Атам бастап әріпке түгел маған сан. Жиналған қауым таң қалсын, ән бимен шашу шасылсын, мұң бұралған бишілер бимен кешті жалғасын. Ән Нұрсұлтан орындарына қабылдаңыздар. Мектебім, аялым мектебім, өзіңсіз өмірдің көктемі. Мен алып қолымды созамын, арманға көктегі. Мектебім келеміз сағыта, күн сайын өзім сағына. Зыңғырлап тұғырды қоңырау, балбалла бағына. Мектебім, аялым мектебім, бағында күлгі көктегі. Өзіңсіз білімнің болағы, нәрал келемін. Келеміз қуанып біздің, ертеміз сен сай сұрдай. Айқалар есігін астады, қасарлы күн сай. Мектебім келеміз тағыда, күн сайын өзімді сағына. Сыңғырлап тұғырды қоңылау, балбалла бағына. Мектебім келеміз тағыда, күн сайын өзімді сағына. Сыңғырлап тұғырды қоңылау, балбалла бағына. Мектебім, аялым мектебім, бағында күлгі көктегі. Өзіңсіз білімнің болағы, нәрал келемін. Келеміз қуанып біздің, мектебім сен сайын сұрдай. Айқалар есігін астады, қасарлы күн сай. Мектебім, аялым мектебім, бағында күлгі көктегі. Мен алып қолымды созамын, арманға көктегі. Мектебім, бағында күлгі көктегі. Мен алып қолымды созамын, арманға көктегі. Жиналған қауым таң қалсын, ән бимен шашу шасылсын, мұң бұралған бишілер бименен кешті жалғасын.
істі жібермейік намысты. Ал балалар, бүгінгі біздің өнерімізді көрсетіп жатырмыз, енді білімімізді көрсетейік әліппеге, иә балалар? Мен үшін жақсы адам, жақсы көрем басқадан. Апа, ата сөздері қай әріптен басталған? Жарайсыңдар. Таныстырар әріппен, мынау кітап әліппен. Әліппе деген атының басталады қай әріптен? Керемет, аналарға сыйлайтын, аралар бал жинайтын. Бұл немене балалар? Үзуге де қимайтын. Гүл қандай дыбыстан басталып тұр? Г дыбыстан басталып тұр. Жарайсыңдар балалар. Енді Оспан да өлең жаттаған, ол жаста өлең жаттаған. Қай әріптен басталған? Екеуінің аттары Оспан, ол жас деген қай әріптен басталған? Әріптен басталған. Енді балалар, әліппемен қоса біз қандай негізгі пәндерді қосып оқыдық? Көркем еңбек, тағы да Математик. Дүниетану. Математика, дүниетану, көркем еңбек пәндерін біз қосып оқыдық, иә? Кәні мен енді сендерге осы математикаға байланысты тағы да сұрақ қойып көрейін, иә балалар? Әліппе біздің математикадан да сауаттылығымызды көрсін. Кәні ретімен тізбелі әрбір санды даралап, қайсың барсың бізге енді айтып берер санамақ. Ал Нұрислам келе ғой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Жарайсың, керемет. Ал енді балалар, мен сендерге бір логикалық жұмбақ қояйын, иә? Ыдыста жеміс-жидектер салынған, оның 5-еуі алма, 1-еуі алмұрт, 2-еуі банан. Барлығы қанша? Жеміс-жидек? 8. Балалар, біз өстіп, сабағымызда өстіп айқайлап айтатын беді? Қалай айтатын еді? Қол көтеріп айтамыз. Қаны қанша екен, Алинұр? 8. Жарайсың. Ал 3 сиырдың неше мүйізі бар? 6. Ал Нұрсұлтан? 6 мүйізі бар екен. Жарайсыңдар. Ал енді әліппені ортаға шақырып, біздің білімімізге қанық беке сұрайықшы. Ақыл ойды тәртіпке келтіретін математиканы жақсы оқысындар балалар, жарайсыңдар. Енді біздің жігіттеріміздің өнерін тамашалаңыздар.
Балалар, әліппе сөздерді оқуға, жазуға үйретті. Сол үшін әліппеге достарыңа не айту керекпіз? Рахмет айтуымыз керек. Балалар, енді мен сендермен қоштасайын. Сабақты жақсы оқыңдар, оқумен өсіп толыңдар. Аман есен болыңдар.
Anası деп аталар әрбір мекеннің қамқорлығы мейірімі маңызды мекеннің мақтанышы мекені әліппені аламыз әріптерді жазамыз оқу оқып мәдениет біз білімді боламыз әліппені аламыз әріптерді жазамыз оқу оқып мәдениет біз білімді боламыз рахмет саған әліппе рахмет саған әліппе ұстаз деген ұлағатты ұлы сөз балаларға беремізді төгіліпсіз әріптерден әр әріпті жазатын болашаққа тура жолыңды қылыпсыз әріптерді аламыз әріптерді жазамыз оқу оқып мәдениет біз білімді боламыз әріптерді аламыз әріптерді жазамыз оқу оқып мәдениет біз білімді боламыз рахмет саған әліппе рахмет саған әліппе әліппемен қош айтысып қаламыз. Енді қолға ана тілін аламыз. Ата-ана қуанышқа ортақ бұл. Сауатты болып шықты міне балаңыз. қалай одан назар салайық бәріміз қол соғып ана тілін қарсы алайық Қыз ойы дананың ана тілі боламын. Ана тілі ардақты ақ сүтіндей ананың өсірген ой білімді мәні терең білімді мейірімі мол балаға ана тілді құрметте. Анам жүрегім, әке өмір тіреңгі, біз бақытты аламыз, бәрі бізде қуансын. Мен сендердің әліппеден оқығандарыңды ары қарай жалғастырамын. Бәрі өнерлі білімді шәкірт екенсіңдер. Мені де осылай жақсы оқыңдар. Рахмет балалар, мен енді сендермен 4 жыл бірге боламын. Мені де жақсы оқыңдар. Ел жатқанда жатпаған, мен де тыным таппаған. Бақыт үшін баламнан аман сау жүр мамам. шаршамайтын таламайтын қате болса кешірген қадірлі ата-анадан мен өзімді көшірмеймін Иә, міне құрметті ата-аналар, қонақтар, біздің балапандарымыздың әліппеден алған білімін, математикадан алған білімдерін көрдіңіздер. Бізде сонымен қатар бізде қосымша сабақ, факультатив сабақтар жүреді. Соның бірі бізде бала абай факультатив сабағынан кішкене болса да бізде өз шамамызды қабылдаған шамамызды көрсеткіміз келіп тұр. Келе қойдар. Балдар абайдың тақпақтарын айтатын балалар келе қойдар. Нұрсұлтан. Апай Құнанбаев күз сұрап бұр түсі суық қаптайды асқан күз құрып тыңға тұман жерді басқан білмеймін дойған ма тоңған ма сыр қойнап пиыр асқандай сасқан сасып сөрпі тежен соқ бұрынғыдай састар күлмес сөйлес бала сұрай қай ауырды көрсем де сабын қанға күлкі ойын көрінбей шері-шербет кембір сап құрсан қағып барар бүршен көңірсіз қара суық қырта сүрсен кеміп шеп сорпа су демеген жоқ үйде ит жоқ тысқан аурап қайта көшен көшен тосқан от жоқ ердің маған тұман қурар сер соқсан сан досаны от сақпаған үйінің сұрағас тұстан қорқан қазақ құрсын сан Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуре етеді ішінде қулық сақтап, өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап, өзіңді шеңгістікпен әуре етпе, құмарпажын мақтанды көк етпе, жұртпен бірге өзіңді қосалдасып, салқылдап сан қуған өзің етпе, қайғы келсе қарсы тұр, құлай берме, қызық келсе қызықпа, оңғаққа ерме, жүрегі сүңгіде, түнкізде,
шамасы тастай көрме. Абай Құнанбаевтың 31-ші қара сөзі. Естіген нәрсені алмастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде я көргенде үпәтлену керек. Көңілденіп тұшынып ынтамен алу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып көңілденіп бекіту керек. Төртінші, ой кеселі қашып болу керек. Егер бір кез болып қалса салынбау керек. Ой кеселдері уайымсыз сабырдық. 10-шы күлкішілік, я бір қайға салыну, я бір нәрсеге қуарлық пайда болу секілді. Бұл 4 нәрсе күллі мен ақыл ғылымды тұздыратығы нәрселер. Керемет. Орындарыңызға тұра қойыңыздар балдар. Енді бізде Абайдың әжесінің Зеренің образына кіріп монолог оқитын Жұмашқан Раян оқушымыздың өнерін қабыл алыңыздар. Қамшының самдай қысқа өмір-ай. Кеше ғана Абайым дүниеге келіп еді, бүгін міне ер жетіп, әжесімен көмектесіп болды. Әкесі Құнанбай азан шақырып, Ибрахим деп ат қойған еді. Екенін білмеймін, Абай деп еркелікім келеді тұрады. Абай өте балалардан ерекше еді, балалармен ойнамайды, тұрмысына шықпайды. Үнемі әже ертегі атпен сөйлеуші еді. Түсте де, кеште де, тіпті керуен көшсе де, жолда әңгімелері сұраушы еді. Құлыным-ай, алдыма жадағалап, бұлдыр-бұлдыр күнелген, бұрғыдан күнелгендеп әңгіме сұраушы еді. Ал мен болсам, бар әңгімелерімді, ертегілерімді айтып баянып беретін едім. Осы Абайым ерекше өсіп келе жатыр. Алдың өмірі нұрлы болғай, халықтың баласы болғай, ел құрметтейтін адам болғай, қайда жүрсе аман болғай. Әне, әже дуай қалып жатыр, мен іздеу жатыр. Мен барайым, шамасы ертеңін тасып келе шығар. Келе жатырмын, Абайым, келе жатырмын. Балалардың есімі әулеттерге таралар, ырым етіп, ертеңгілік соңында ақ тілекпен баршаға тілек айтар қонақтар. Ортамызға ата-аналардан тілек айтам деушілер болса, және біздің мектебіміздің тәрбиесі жөніндегі орынбасары Әсем Амандықовнаға сөз бергіміз келіп отыр. Бүгін мына әні-міне дегенше әліппенді аяқтадыңыздар. Адам бастап яға дейін бүкіл әріпті үйреніп алдыңыздар. Әрі қарай ана тілінде жақсы ой оқиды деген үміттеміз. Сіздерге бар жақсылық тілейміз. Ата-аналар, сіздердің де балаларыңыз сіздердің үміттеріңізді ақтасын. Енді алғыс хатпен марапаттап жіберейік оқушыларды. Жәкен Зере. Орныңызға бара қойыңыз, сұраға. Тілеуқабыл Құралай. Молодец. Қара. Алмабекова Альбина. Молодец. Оразалы Аяла. Серік Нұрислам. Әбілхан Әбілхай.
Ермек. Серікболатұлы Нұрсұлтан. Инаятов Алихан. Алимбеков Халифа. Ермек Дінмұхаммед. Есболат Алуа. Молдағали Үміт. Утирбек Жасмин. Шарапат Адель. Төлембай Айым. Орынбасар Фатима. Бабырова Амина. Халсейін Гүлден. Ерламбек Айнара. Жақсы, рахмет, сабақты жақсы оқыңыздар, үлгілі оқушы болыңыздар. Ал құрметті қонақтар, осымен біздің ертеңгілігіміз аяғына кеп қалды. Көңіл бөлгендеріңізге, уақыт бөліп келгендеріңізге